Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге панчо деп аталатын торттың рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, оңай әрі тез дайындалынады. Ең алдымен ыдысымызға барлық жұмыртқаларымызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Әппақ болып көпіргенше миксерлеу қажет. Ағарғаннан кейін сұйық маймен сүтімізді құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді барлық құрғақ ұнтақтарымызды еліктің ішіне салып, какао ұнтағы қопсытқышымызды салып, ұнымыздың үшеуін барлығын еліктен өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Ұныңыздың барлығын бірден салып жібермеңіз, әйтпесе қамырыңыз басылып қалуы мүмкін. Мінекей осындай сұйық болып шығады. Енді қамырымыздың барлығын пісіретін табамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минутта пісіреміз. Ал бисквиттеріміз піскенше крем дайындайтын боламыз. Мен қаймақты кремді дайындайтын боламын. Қаймақтың үстіне қант ұнтағын салып, оның үстіне қойытылған сүтімізді құйып, барлығын жақсылап ақырын араластыратын боламыз. Бірден қатты миксерлеп немесе қатты венчикпен араластырудың қажеті жоқ. Венчикпен ақырын араластырамыз. Себебі бұл 20% қаймақ сұйықталып кетуі мүмкін. Мінекей бисквиттер пісті. Бисквиттеріміздің барлығын суытамыз. Суығаннан кейін бөлік-бөлікке бөлеміз. Шаршы етіп, видеода көрсетілгендей осындай болып шығу керек. Бисквиттер жұмсақ. Енді барлығын тортымызды жинайтын ыдысымызды бөлек алып, үстіне целлофан немесе пищевой пленкамен видеода көрсетілгендей ыдысымызға салып шығамыз, басып. Енді тортымызды жинаймыз. Барлық бисквиттерді бірден салып жіберудің қажеті жоқ. Ақырындап 2-3 бөліктен салып, барлық кремге араластырып, ыдысымызға ақырындап қасықтап салып отырамыз. Мінекей тортымыз дайын болды. Енді бетін жауып, шамамен тоңазытқышта 8 сағаттай ұстаймыз. Кемінде. Одан да көп ұстасаңыздар болады. Бұл өте дәмді болып шығады. Әсемдеу өз еріктеріңізде. Әсемдемесеңіздер де әдемі. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған меруерт.